Бүгін мерекемізде демалмаймыз ба? Не мынау? Демалсың ғой. Шашымды не істедің? Шашым несен кешке банкетке қалай шығам мен? Нормально, қазір осы прическа мода болды. Қозы бас ұқсатып қойдың ғой, шашым қандай қылды? Несі? Болды, эфирде. Кетші! Армағайын, эфирде Түркістан жаңалықтары. Мен Шакен Амантуров, бүгінгі жаңалықтарымызды бастаймыз. 28 маусым бұқаралық ақпараттар құралдар қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Бізде тікелей эфирге шығып отырған қаламыздағы ең биік ғимараттан Нұржан журналист әріптесіміз қосылып отыр. Нұржан, эфирдесің. Шакен, естіліп тұр. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін біздің мерекеміз, журналистердің айтулы мерекесі. Бірақ бізге демалыс қайда? Бізге бастықтар демалыс бермейді. Біз енді мынау қаланың тыныс-тіршілігін көрермендерге жеткізуіміз керек. Қазір менің қасымда тұрған қаламыздың бас имамы деген сияқты облысымыздың бас электригі Талғат Сәрсенбекұлы. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсыздар ма? Мына біздің Түркістанда жел жиі болады. Иә. Содан бізді жиі шақырады. Бүгін мына ғимаратқа келдік, жарығы сөніп қапты. Соны қазір жалғауға шығып бара жатырмын. Сонда қалай, мынау кәдімгі биік ғимараттың басына шығасыз ба? Қорықпайсыз ба? Сізде қорқыныш деген сезім жоқ па? Жоқ, біз үйреніп қалғанбыз. Осылай шығып, күнде шығып, жалғап жүре береміз. Ал олай болса, аға іске сат, шығыңыз көрейік. Міне құрметті көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Аға, мен де қасыңызға шығайын. Жүре беріңіз ары қарай. Қауіпсіздік белдігін тағып алмайсыз ба? Ау, Қауіпсіздік белдігін тағып алмайсыз ба? ой, мен журналистпін ғой, мен қауіпсіздік, қауіпсізбін. Абайлаңыз бір. Аха, давай. Аға, қалайсыз, жақсысыз ба? Абайлаңыз, құлап қалмаңыз. Аға, бір нәрсе, мына жүрегіңіз айнып тұрған жоқ па? Жоқ, мен үйреніп қалғанмын. Ой, жамбастан кетті. Ештен етпейді. Кәсіби мерекемізде кәсіби производственный травма дейді ондайда. Құрметті көрермендер, тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Бізде тікелей эфирге байланысқа шығып отырған Ғалымжан Жақып. Ғалымжан, эфирдесің. Естіліп тұр, Шакен. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қайырлы күн, қала қонақтары. Бүгін қаламызда шомылу маусымы ашылды. Әрсен! Батып өлесің ғой! Сіздің есіміңіз кім болады? Менің есімім Талғат болады. Бұлай құтқару жұмыстары қалай жүріп жатыр? Осы жайында бір-екі сұраққа жауап бере кетсеңіз. Жазғы маусым басталды, суға түсу маусымы басталды. Мына біздің жағажайға көп балдар келеді, суға түсуге келеді. Осылай құтқарып жатамыз, осылай батып жатады, басқа қылып жатады. Тамаша, олай болса, құрметті көрермендер, суға барғанда балаларыңызға егі болыңыздар. Баламыз қайда кетті? Құтқарып. Қайда кетті мына? Міне. Айлық көлемінде премиальныйды алып, Топтөбеге барып, Топтөбенің шаңын шығармадық па деймін ғой. Эфирдесің. 1-2-3 начали. Құрметті көрермендер, тікелей эфиріміз жалғасуда. Бізде тағы да байланысқа шығып отырған бір әріптесіміз бар екен. Мені қай жерге әкелгенсіздер? Сасық. Қайырлы күн баршаңызға. Міне бүгін біз кереметте осындай өз кәсібін дөңгелетіп жатқан Лаура ханымның үйіндеміз. Ауа райы қандай тап-таза, керемет иістер, міне керемет түйеқұстар. Бұл әулетте өзінің кереметте павлиндері бар және ешкілер бар. Бұл әулет өзінің кәсібін осылай дөңгелетіп келеді. Құрметті көрермендер, тікелей эфиріміз жалғасуда. Бізде тағы да байланысқа шығып отырған бір әріптесіміз бар екен. Талғат. Шакен. Талғат, эфирдесің. Шакен, тыңдап тұрмын. Рахмет. Кешіріңіздер, бұл тікелей эфир болған соң осындай жағдай болып тұрады. Ассалаумағалейкум, құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін мінекей көптен күткен мынау жас өспірімдер арасындағы футболымыз басталып жатыр. Мына жастарымызды көріп тұрсыздар, алаңда өздері еркін ойнап, барын салып жатыр. Осылай жастарымызды көбірек осылай футболға әуестендірсек, Құдай қаласа елімізді скорый бар ма? Арман, мені сәл заужыны арқып бетімді. Мен рабочий стороны білесің ғой?
соған байланысты тұршы. Нөни! Кеттік, қоштасамыз. Құрметті көрермендер, осымен тікелей эфирдегі жаңалықтарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар, бар болыңыздар, нар болыңыздар. Шаршап кетті. Нөни! Мен жұрт өнерімді көрдім, нәғымды көрдім. Нөни!